Қостанай жоғары педагогикалық колледжінің биология пәнінің оқытушысы Брахметова Анар Асқарбековна биология пәнін оқытуда төңкерілген сынып технологиясын қолдану тәжірибесімен таныстырып, облыстық семинардың қатысушыларына ашық сабақ өткізді. Бұл технология білім алушылардың өз бетінше танымдық әрекеттеріне жағдай жасауға бағытталған. Студенттер теориялық материалдарды алдын ала меңгеріп, сабақ барысында практикалық тапсырмаларды орындап, кейстерді талқылап, эксперименттер жүргізді. Бұл әдіс оқытушыларға білім алушының зерттеушілік әрекетін белсендіруге, олардың сыни тұрғыдан ойлауын және өз оқушыларына жауапкершілігін дамытуға мүмкіндік берді. Семинар қатысушыларына зертханалық эксперименттер мен студенттердің білімін практикамен біріктіруге көмектесетін жобаларды пайдалана отырып, жұмысты ұйымдастыру мысалдары ұсынылады. Төңкерілген сынып технологиясы бәсекеге қабілетті түлектерді дайындаудың тиімді құрал ретінде ұсынылды. Анар Асқарбековна өзінің педагогикалық қызметін Василий Осипович Ключевскийдің мұғалімдерге сөз өз ойын жеткізу үшін емес, біреудің ойын ояту үшін берілген деген сөзіне сүйенеді. Бұл қағида студенттердің өз бетінше білім алуына жағдай жасауда және оқу үдерісінде инновациялық әдістерді енгізудегі оның бағдарына айналды.